Қайырлы кеш, құрметті көрермен, бұл баспанаға бағыт бағдарламасы және тікелей эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Былтыр басталған жастарға арналған сатып алу құқығынсыз берілетін жалдамалы пәтерлерге құжат қабылдау қарашада басталады. Бұл бағдарламамен баспаналы болудың талаптары қандай? Сонымен қатар елімізде 700 мыңнан аса мүмкіндігі шектеулі жандар тұрады. Оларға берілетін жәрдемақы көлемі қандай? Мемлекет мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай қолдау көрсетеді? Ал асыраушысынан айырылған жандарға қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Бұл сұрақтардың жауабын алдағы жарты сағатта баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса 75 76 30 75 76 56 тікелей эфир нөмірлері арқылы байланысқа шығуға болады. Нұр-Сұлтан қаласының коды 7172. Біздің Instagram әлеуметтік желісіндегі баспанаға бағыт бағдарламасының парақшасына жазыңыздар. Сонымен қатар экранда көрсетілген WhatsApp нөмірі арқылы да видео сауалдарыңызды жолдауға болады. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Елімізде жастар және жас отбасылар әрбір өңірде жергілікті бюджет, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы өзге санаттағы азаматтар сынды кезекке тұру арқылы баспанаға қол жеткізе алады. Ал тек жастарға арналған сатып алу құқығынсыз жалға берілетін баспана беру бағдарламасы жұмыс істейді. Былтыр бастауын алған жоба әзірге республикалық маңызы бар қалалар Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент сынды ірі мегаполис тұрғындарына қол жетімді. Жоспарға сәйкес 2019-2021 жылдар ішінде жастарға әр жыл сайын 3000 пәтер 5 жылға жалға беріледі. Мәселен, осы бағдарлама аясында өткен жылы 2019 жыл, яғни Нұр-Сұлтан қаласында 937, Алматыда 460, Шымкент қаласында 488 жастар пәтер алды. Ал биыл бұл бағдарлама бойынша 1000 отбасыны баспанамен қамтамасыз ету көзделіп отыр. 2019 жылы жұмыс істеп жүрген жастар үшін жалға берілетін пәтерлер салуға және сатып алуға 3 қаланың әкімдіктеріне 14,4 миллиард теңге мөлшерінде қаражат бөлінген еді. Ал жалпы 3 жылға 64,8 миллиард теңгеге жастарға арналған жалдамалы пәтердің құрылысына қаражат бөлінген. Өткен жылы аталмыш бағдарламамен баспаналы болған жастардың бірі Іңкәрбековтер жанұясы. Дәл қазір сол жас отбасының жаңа баспанадағы тіршілігімен танысып қайтқан әріптестеріміздің бейне сюжетіне кезек берейік. Елордалық Бейсұлтан Іңкәрбеков пен Мөлдір Кеңесова осыдан 5 жыл бұрын отау құрған. Жас отбасы осыған дейін айына 120 мың теңгеге пәтер жалдап келген. Енді міне мемлекеттік бағдарлама арқылы жұмыс істейтін жастарға сатып алу құқығынсыз берілетін жалдамалы пәтерге қол жеткізіп отыр. Программаны 2019 октябрінде естідік. Октябрь, ноябрьде уже деп қимылдап, документ тапсырып, не қылдық. Сосын уже декабрьдің аяғында шықты. Список шықты, біз тапсырғанбыз, содан біздің спискіміз арасынан фамилиямыз шықты арасынан. Қуанып, сол январдың 23-інде кілтін алдық. Бұл бастама жастардың баспана алу үшін қаражат үнемдеуіне мүмкіндік береді. Бағдарламаға 29 жасқа дейінгі жұмыс істейтін жастар қатыса алады. Квартираға төлеміз, коммуслугымен 15 мың болады. Өте кәдімгідей көмек болады. Енді жәймен деп ақша жинап жатырық. Енді 5 жылдан кейін өзіміздің пәтерімізді алуға талпынып жатырмыз. Бағдарлама бойынша алғаш рет 2019 жыл пәтер беріле бастады. Әзірге тек Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында жұмыс істейтін жастар ғана сатып алу құқығынсыз үйлерді алуға мүмкіндігі бар. 3 жылға бекітілген жоба бойынша 3000 жасты жалдамалы баспанамен қамтамасыз ету көзделген. Іңкәрбековтер сынды өзге де жастардың жалдамалы пәтер алуға мүмкіндігі бар. Ол үшін мынандай талаптар қойылады. 29 жасқа дейін жалпы білім беру бағдарламаларын игеру, жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру және жұмыс істеу керек міндетті түрде. Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында тұрғылықты жері бойынша 2 жыл тұрақты тіркеуі болу керек. Өтініш берушінің және жұбайының кәмелетке толмаған балаларының атында 2 жыл көлемінде тұрғын үйін жоқтығын растау керек және де 40 айлық есеп
мемлекеттік көрсеткіш мөлшерінде ай сайынғы табысты растауларыңыз керек. Биылғы бір айлық есептік көрсеткіш 2778 теңге екенін естеріңізге салам. Және де екінші деңгейлі банктерде жинақ шотының болуы, яғни депозит болу керек. Тиісті құжаттар тапсырылған соң ең көп балл жинаған өтініш берушінің жалдамалы пәтерді алуға мүмкіндігі болады. 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасына сәйкес халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган бекіткен нарықта 100 сұранысқа ие кәсіптер тізбесіне сәйкес кәсіпті меңгерген өтініш берушіге 10 балл беріледі. Яғни ол мамандықты сіз еңбек.kz сайтынан көре аласыз. Және де осы балдың шкалаларына да тоқталып өтейін. Егерде сұранысқа ие мамандық болса 10 балл берілетін айттым. Ал егерде отбасы болса 5 балл беріледі. Некеде тіркелген әрбір жылы үшін 2 балдан беріледі, бір баласы болса 1 балл, әрбір кейінгі бала үшін 2 балдан беріліп отырады. Мәселен, сіздің 3 балаңыз болса, сізге 5 балл қосылады деген сөз. Кемінде 1 жыл жеке кәсіпкер болып қызмет ететін болса, яғни ИП-сы бар болса, 5 балл, әрбір келесі жыл үшін 1 балл беріледі. Өтініш берушінің түрлі қызмет салаларында жеке жетістіктері болған жағдайда 2 балл, бюджеттік ұйымдарда, яғни мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарда қызмет етсе 5 балл, өтілінің әрбір жыл үшін 1 балл беріледі. Егер мысалға сіз мектеп мұғалімі болды делік, сол жерде мектеп мұғалімі болып жұмыс істеп жүрсіз, 5 жыл жұмыс істейтін болсаңыз, сіздің бюджетник болғаныңызға 5 балл, және де әрбір жылыңызға 1 балдан қосылады деген сөз. Және де екінші деңгейлі банктердің жинақ шоттарындағы жинақтарының әрбір жылы үшін 2 балл беріледі. Мәселен, сіздің депозит ашқаныңызға 5 жыл болса, 5-ті 2-ге көбейсек 10 балл алуға мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Құрметті көрермен, осы тақырыпқа қатысты толық ақпарат алу үшін Нұр-Сұлтан қаласы тұрғын үй қоры және тұрғын үй басқармасы инспекциясының баспасөз хатшысы Оңғарбаева Арманай Мирасқызы біздің студияға келіп отыр. Арманай ханым, қайырлы кеш. Мен айтып жатқан ақпараттардың барлығы дұрыс қой. Балл есептеуді, өйткені көрермендеріміз дәл қазір өздерінің шама шарқына қарай барлық балдарын есептеп жатыр. Балдарда биыл ешқандай өзгеріс, ерекшелігі жоқ қой. Осы 2020 жылы бұл бағдарламаға өзгерістер енгізілген жоқ, яғни талаптары, шарттары сондай болып қалды 2019 жылға дейін. Өткен жылда өтініш беру қараша айында басталған. Биылда солай бола ма? Осы жылда жылдың аяғында болады, бірақ нақты қай күні, қайда басталатыны әлі белгіленген жоқ. Жоспар бойынша жылдың аяғына дейін осы бағдарламаны іске асыру керек. Жылдың аяғына дейін, яғни желтоқсан аяғына дейін біз кілтті беру керекпіз. Солай ғой, жоспар бойынша, өйткені 2020 жыл біткенше ол жастар үйлеріне кіру керек қой. Иә. Және де осы бағдарламамен үй алғандар басқа мемлекеттік бағдарламаға қатыса ала ма? Мысалға, мәселен, үйдің кезегінде тұрған азаматтарымыз болса, кезектен шығып қалмай ма, әлде шығып қала ма? Заң бойынша, тұрғын үй заң бойынша, егер де тұрғын үй кезегінде тұрып сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтер алған болса, тұрғын үй кезегінен шығарамыз. Арманай ханым, тікелей эфир болғандықтан бізге хабарласып жатқан көрермен де бар екен. Енді көрерменіміз жастарға арналған жалдамалы пәтер болғандықтан бәлкім Нұр-Сұлтан немесе Алматы, Шымкент қаласынан болуы мүмкін. Оны өзінен сұрайық. Сұрағы тікелей сізге бар сияқты. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңызды бірден қойсаңыз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Құрбанай ханымға беретін сұрағым беріп. Менің балам 2015 жылдан екінші группа инвалид, очередке тұрған. Қазір жасы 32-де. Енді 2015-тен бастап 6 жыл болды ғой. Әлі қашан қандай үміт бар, жұмыс істемейді, екінші группа инвалид. Соны қалай алынады деген? Сіз қай қаланың тұрғынысыз? Шымкент қаласы. Шымкент қаласынан, Арманай ханым, міне қараңыз, үйдің кезегінде тұр 2015-тен бері, кезек 6 жыл болып қалды дейді. Бала 18-ге келіп қойды. Бірақ үйдің кезегінде тұр. Жаңағы бірінші топ болмаса екінші топ мүгедектігіне байланысты. Қандай мүмкіндіктер бар? Негізінде осындай мүгедек баласы бар, немесе мүгедек баланы асыраушы санаты бойынша тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар, егер баласы 18 жасқа толатын болса, олар кезектегі санатын өзгерту қажет. Яғни ол кезегін бірінші немесе екінші топ мүгедегіне ауыстыру керек, және де жаңадан кезекке тұру керек, яғни санатын ауыстырғандықтан. Негізі қазір күнде басқа қалалар толар нақты айта алмай, Нұр-Сұлтан қаласында бізде осы санатқа сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтер бағдарламасы қарастырылған. Яғни осы жылмен, 2015 жылмен өтуге мүмкіндіктері бар болатын еді біздің қалада.
нақты айтып кеткен және қалада бұл бағдарламаның бар ма, іске асырылады ма екен, ол жайлы айта алмаймын. Енді бұның барлығы шыны керек, құрметті көрермендер, жергілікті бюджетке байланысты солай ғой. Егер де әкімдік тарапынан тұрғындарға үй салу керек, кезекті тезірек жылжытуымыз керек деп, әкімнің өзі жұмыс істеп жататын болса, әрине кезекте тез жылжиды, үйлер де көбірек салынатын болады. Бізде тағы да хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыз ба? Саламат па? Мен Нұр-Сұлтан қаласынан хабарласып тұрмын сіздерге. Мен сұрайын деген едім, басы бойдақ, яғни жастарға бұл бағдарламаға қосылуға бола ма? Жасым 21-де болады. Жұмыс істейсің ба? Жұмыс әрине істеймін. Пенсионка жүріп жатыр ғой? Зейнетақы Жүріп жатыр. Арман Айхан, болады ғой бұл бағдарламамен қатысуға десе де баллы кішкене азырақта болуы мүмкін, енді? Негізі жасы 29-ға дейін болса, орташа немесе жоғары білімі бар болса, міндетті түрде Нұр-Сұлтан қаласында соңғы 2 жылда тұрақты тіркеу бар болса, және де жалақысы осы жылы 111 мыңнан кем болмайтын болса, онда қатысуға болады. Алайда іріктеу балдық жүйе бойынша жүргізіледі. Енді 21 жастағы бойдаққа кішкене үйленіп жіберсем, балым да жоғары болады деп өзіміздің кеңесімді айтам. Енді әрине әзілдеп тағы да хабарласып жатқан көрермен бар. Сіз тікелей байланыстасыз. Енді шыны керек, бұл бағдарлама туралы да біз өткен жылы да айттық, қазір де айтып жатырмыз. Кішкене көрермендердің сауалдарына көбірек жауап берсек, Арман Айхан. Шымкент қаласынан хабарласқан көрермен деп айтып жатыр. Сауалыңызды қоя берсеңіз бірден. Ассалаумағалейкум. Уалейкум-ассалам. Мен анау жаңағы семьям бар, шифалам бар. Жасыңыз нешеде, содан бастайық? 29-да. Тура 29-ға толып қойғансыз. Иә. Жақсы, сауалыңыз? Сауалым сол, жаңағы баспанаға қол жеткізуге бола ма деген ғой. 29-ға толып қойған енді бұл кісі. Бұл бағдарлама енді 29-ға дейінгі, яғни 29-ға толмаған азаматтарға арналған. Алайда жоспарда бар, осы елорда жастары деген бағдарламаның ашылуы. Алматыда. Елорда жастары бұйырса, Алматы жастары сияқты, ол жерде де прописка сұрайсыздар ғой сіздер. Жоқ, Алматы жастарында прописка сұраған емес. Сол себепті біздің үмітіміз енді осы жолда тұрақты мекен жайын сұрамайды деген. Бірақ бұл бағдарлама әлі жасалуда, онда жасын ұлғайту керек 35 жасқа дейін. Яғни 29-ға жас толып кеткен азаматтар осы бағдарламаны күтуге кеңес береміз. Көрермендер өте көп хабарласып жатыр. Енді менің де бір толғандырған мәселе, бір сұрақ бар. Бұл бағдарлама бойынша соңғы 6 ай зейнетақы жарналары болу керек. Коронавирус пандемияға байланысты 2 айда қаншама азаматтарымыз үйде отырып қалды. Енді олардың кінәсі емес. Бұндай жағдайда сіздер алдағы уақытта үй алатын кезде, бал есептеген кезде ескересіздер ме? Міндетті түрде біз бұны ескереміз. Яғни өзінің еркіне емес, қандай да бір нелерге байланысты қаражаты болмаған болса, яғни зейнетақы қоры толмаған болса, 2 айда белгіленген осы біздің карантин болған кезде да, онда бұндай адамдарды қарастыратын боламыз. Құрметті көрермендер, енді Арман Айхан тұрғаннан кейін маған тағы бір нәрсе есіме түсіп тұр. Жилфонд.kz сайтына кіретін болсаңыздар, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары, үйдің кезегінде тұрған азаматтар бүгін сағат түнгі 12-ге дейін сатып алу құқығымен үйлерге өтініш беруге болады ғой. Қазір қателеспесем 244 пәтер берілгелі жатыр. Сондықтан да жилфонд.kz сайтына да кіріп, барлық үйдің кезегінде тұрған барлық санаттар ғой. Барлық санаттар, бірақ міндетті түрде белгілі жұмыс орны болу керек. Яғни ол табыс көзін растауларыңыз міндетті түрде, құрметті көрермендер. Ол айтып кеткен жәнегі денсаулық сақтау басқармасында, білім беру басқармасында, әлеуметтік қызметте, мәдениет және де спорт, әкімшілікке ведомстволық мекемелерде жұмыс істейтін және тұрғын үй кезегінде тұратын және полиция департаментін жұмыс істейтін адамдар осы бағдарламаға өтініштерін бере алады. Рахмет. Бүгін енді Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары міндетті түрде өтініштерін беретініне сенімдімін. Арманай Мирасқызы уақыт бөлген үшін мен жеке алғысымды білдіремін. Көрермендер көкейіндегі сұрақтарына жауап алды деген ойдамыз. Бізбен қонақта болған Нұр-Сұлтан қаласы тұрғын үй қоры және тұрғын үй басқармасы мен инспекциясының баспасөз хатшысы Оңғарбаева Арманай Мирасқызы болған еді. Құрметті көрермен, тақырыпқа қатысты өзге де сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыздар. Біз Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында да жауап беруге тырысамыз. Ал қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік.
Құрметті көрермендер, халықтан сауал бөлімінде біз тақырыпқа қатысты, яғни өзге де бөлек сауалдарға жауап беру үшін Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі комитетінің бас сарапшысы Марфуға Ысмағұловамен скайп арқылы байланысқа шығып отырмыз. Себебі уақытты тығыз, ескертіп өтейін. Көптеген көрермендеріміз осы мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай мүмкіндіктер бар деп сауал жолдаған екен. Марфуға ханым, қайырлы кеш, сіз тікелей байланыстасыз. Дауысым жақсы естіліп тұр ма сізге? Естіліп тұр, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Енді мен бірден сауалымды қояйын. Уақытта тығыз, мүмкіндігі шектеулі жандарға берілетін жәрдемақы көлемі қандай, сол туралы айтып өтсеңіз? Бұл ретте қазіргі қолданыстағы заңдарға байланысты мүгедектігі бойынша айтып өтуге болады. Мүгедектігі бойынша медициналық әлеуметтік сараптама бөлімшесі мүгедектіктің себептерін, топтарын, еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін және туындаған уақытты медициналық уақытын белгілейді. Осы сараптама бөлімшесі мүгедектіктің 3 тобына бөлінеді. Олар жәрдемақы бойынша бүкіл кезеңге қай уақытта белгіленеді, сол уақыт бойынша тағайындалады. Жәрдемақы мөлшері республикалық бюджеттің ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты есептеледі. Және жыл сайын осы бағытта артырылып отырады. Мысалға, жаңағы себеп деп айтып өткен бағыт бойынша жалпы аурудан бірінші, екінші, үшінші топ деп белгіленсе, биылғы 20 жылға белгіленген 32.668 ең төменгі деңгейдегі күнкөріске шаққан кезде бірінші топтағы мүгедектерге 62.700, 62.700. Екінші топтағы мүгедектерге 1,53 деңгейі бойынша 49.900. Үшінші топтағы жалпы аурудан берілген мүгедектерге 33.900 мөлшерінде тағайындалады. Бұдан басқа, мысалға, жаңағы себебі бала кезінен бірінші топтағы мүгедек болса, бұларға 1,92 деңгейдегі 62.700, екінші топтағы 1,59, 51.900, үшінші топтағы бала кезінен мүгедектерге 39.200 теңге көлемінде тағайындалады. Бұл жерде айтып кететін тағы бір себебі мүгедектердің бала кезінен 16 жасқа дейін мүгедек белгіленуі мүмкін. Бұлардың жәрдемақы көлемдері 1,4 деңгейі бойынша 45.700 болады. Марфуға ханым, мынау деңгейлерді айтып отырғанымыз, сол минималды күнкөріс деңгейін 1,4-ге көбейткендегі сол сумма шығып отыр ғой, менің түсінгенім бойынша. Ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты есептеледі деп. 32.668 теңге ол бүгінгі күнде. Құрметті көрермендерге ескертіп өтейін. Марфуға ханым, тікелей эфир болғандықтан хабарласқан көрерменіміз де бар. Енді сауалы баспанаға қатысты ма, әлде осы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған төлемдер жайлы ма екен, оны өзінен сұрап көрейік. Саламатсыз ба, қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңыз болса, тезірек қойсаңыз екен. Саламатсыз, Дәулет мырза. Саламат ба. Тыңдап тұрмын, сізді айта беріңіз. Мүгедектерге байланысты кезекке тұру мәселесі барлығы, сұрақтарыңыздың барлығы жауабы бар негізінде парақшаларда. Ал қазір кезектің жылжу мәселесіне келген кезде өте қиын енді. Ауданда үйдің саны өте аз, оны білесіз. Қалалық деңгейлерде енді тез жылжуы мүмкін. Ауданда салыну аз болғандықтан жаңағыдай кезек жылжымайды. Соны мысалға кредиттік, гранттық мәселелер, осындай өздері салып алу үшін, үйлерін өздерін салып алу үшін осындай пайызсыз кредит па, или төмендетілген пайызбен кредит па, сондаймен халық өзі салып алса да үйді мысалға. Ақыры жаңа кезек күтпей 10 жыл. Сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз, атыңыз кім? Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан. Атыңыз? Есімім Дәулет болатын енді. Дәулет, иә. Дәулет, бұл сізде енді сұрақ емес, бұл ұсыныс ретінде ғой, иә? Иә, негізі ұсыныс ретінде. Біздің де бағдарламамызды көретін ел ағалары бұл нәрсені де назарға алады деген
ойдамын. Сондықтан осы мүмкіндігі шектеулі жандарға да үй салып алуға мүмкіндік жасасаңыздар деп Дәулет деген қызылордалық көрерменіміз өз ұсынысын айтуда. Рахмет. Марфуға ханым, енді сізге мынандай сауал. Жәрдемақыны алу үшін қандай құжаттар жинап, қайда тапсыру керек? Енді бізге құжат жина десе, көптеген бір бюрократия, қағаз елестеп жатады. Бұл процесс жеңілдетілді ме, әлде жыл сайын қиындап жатыр ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Бұл ретте мысалға жаңағы мүгедектік бойынша айтып кетуге болады. Сараптамаға барған кезде өздерінің жеке басын куәландыратын құжатын, тұрғылықты жері бойынша анықтаманы және банктік шоттан жәрдемақының көлемін түсу бойынша мәлімет алу үшін сараптама кезінде өтініш берген кезде бұл азаматтардың бірден автоматтық ақпараттық жүйесінен мәліметтер сұратылады. Егер де ақпараттық жүйеден мәліметтер алынған болса, мүгедектік белгіленгеннен кейін бірден бұл кісілердің жаңағы құжаттары мемлекеттік корпорацияға келіп түседі. егов.kz арқылы, ЖСН арқылы барлығы тексерістен өтеді ғой, базаға енгеннен кейін. Марфуға ханым, түсінем, уақыт тығыз. Бұл тақырыпқа біз алдағы уақытта міндетті түрде тағы бір бағдарлама арнайтын боламыз. Сізге осы уақыт бөлген үшін көрермендер атынан, өз атынан рахметімді білдіремін. Көрермендер көкейіндегі сұрақтарға жауап алды деген ойдамын. Бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлік комитетінің бас сарапшысы Марфуға Ысмағұлова болды. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Алдағы аптада тікелей эфирде баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болайық.